Баршаңызға сәлем достар. Қамырын илеп әуре болмайтын, бар болғаны 5 минутта дайын болатын пицца жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Дәл қазір балаларыңызға жасап берсеңіздер де болады. Ол үшін 4 қасық майонез, 2 жұмыртқа, жарты қасық тұз, 1 қасық разъединитель, 9 қасық ұн қосамыз. Барлығын бір массаға жеткенше араластыратын боламыз. Массамыз шамалы осындай қоюлау болып шығады. Пергамент қағазын төсеп, бір келкі қылып жаямыз. Осы кезде пешімізді 180-200 градуста қыздырып қоятын боламыз. Қамырымыздың үстіне кетчуп, майонез жағатын боламыз. Содан кейін сыр, колбаса өз қалауларыңыз бойынша салатын боласыздар. Міне осымен біздің 5 минутта дайын болатын пиццамыз да пісті. Ас болсын.